Assalomu alaykum sizlarмен birga Beko Gizi және Аяу. және Анекке. бүгін мен мынандай ойымдасып тұрмын. Ерке саған қандай жеміс ұнайды? Маған мысалы банан. Саған банан ұнайды. Саған? Манго ұнайды. Ал маған ұнайды. Маңға кіріп 5 сайт аламыз да. Кімнің жағы әдемі, сондай көзге тартымды болады, оны комментария жазып өтсеңдер болады. Кімдікі әдемі, кімдікі әдемі емес, соны жазып өтсеңдер болады. Сол 5 сатты кімдікі әдемі болса, сол жеңімпаз болады. Қалай? Дайынсыңдар ма? Иә. Дайынсыңдар? Ал кет онда, біз қазір кеттік онда. Достар, біз қазір комментарий тәрбиесіне бастаймыз. Та-дам! Где пары уже? Dostlar, mense алманы алып қойдым. Енді ұяқтан бір зат көкөр қаласы қойдым. Соған барам. О, агуша. Мен агушаны таптым. Не амалар. Жалғастырақ. О, аман сауда. Добрый вкус. Men izleyeceğim dostlar kalkastık. Bugün dostlar men yakta çok aguş yaptım. Достар, бізде 5 сәт болды. Енді біз касса барамыз. Достар, мен doktorымдан болдым. Енді біз кеттік кассаға. Ал біздің аяқта заттарымызды алып болдық, үйге келдік. Енді біз өз заттарымызды көрсетеміз. Қазір кімдікі әдемі шығады, жақсы шығады, көзге приятно көрінеді. Соған жазып кетіңіздер. Аяру немесе Ерке, немесе мені. Ал Аяру, сен қандай заттар алып келдің? Вау, әдемі. Енді таныстырып өтейін, мынандай заттар. Мне активия йогурты, чудо йогурты, және сластены, макси чай клубника дәмінен, және хурка клубника дәмінен. Сен бір құлпынай болды ғой, Иә. Ал сенікі Ерке қандай затты алып келдің сен? Вай, әдемі болды. Сен өзің заттарын таныстырып өтші. Бізде осындай алма дәмінен осындай сок и Агуша. агуша дәмінен осындай сок и осындай агуша алма Пюре жасалған, иә? Пюре, иә? осындай алма дәмінен мармелад и осындай алманың өзі. Ой, молодец. Бәрі сенде бірінші ең бірінші банан таңдадың, банан болмай қалды, иә? Магазиндерде, иә? Бананы болмай қалды. Сосын бұл сразу ауыстырып жібердім алмаға. Енді заттары болса, енді менің заттарым өзім көрсететін болса, мен алмұртты таңдадым. Қатылы осындай ғана болды менде.
мындай агуша. Агуша не. Мындай сок алдым, саған ұқсап қалсын деп. Бірдей болсын деп. Не чудо. Сосын таза жеміс. Үнемі жеміс жеп жүріңдер. Мынандай соктардан қарағанда осындай жемістер адамның ағзасында өте пайдалы. Осындай нәрселерді көп қолданыңдар. Химия деген нәрселерге жоламаңдар. Негізінде айта кететін жай. Міне бізде осы. Енді мен ойлап тұрмын, мынада вообще жеңе алмай тұрмын мен. Шар зат болып тұрмын менде. Ал сендер комментария жазып өтіңдер. Ерте жеңді ма, әлде аяру жеңді ма? Сосын білеміз. Ал мына жерде мен ешқандай баға шығара алмаймын. Өйткені екеуі де әдемі, екеуі де сондай. Өздерің айтып бағаларын беріңдер. Ұнап жатса лайк басыңдар, каналға подписываться етіңдер. Ал давай сау болыңдар.